Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге тауықтың бауырынан қандай ерекше ресторандық тамақ дайындауға болатынын көрсетемін. Бұл рецептпен жасасаңыздар бауыр өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Видеоның соңына дейін қарап бағалап кетіңіздер. Ең алдымен тауықтың бауырын көп суда жақсылап тұрып жуып аламыз. Содан соң бір пиязды ұсақтап тураймыз. Табаға май құйып, пиязды қуырып аламыз. Пияз қуырылғанша тауықтың бауырын ұсақтап тураймыз. Пияз сарғыштау болып қуырылғаннан кейін бауырды қосып қуырамыз. Бауыр 2 минут қуырылғаннан кейін үстіне тұз, бұрыш, қалаған дәмдеуіштеріңізді қосып, осындай видеодағыдай етіп қуырып аламыз. Кейін үстіне 20% кілегейді қосып араластырып отырамыз. Содан соң сары май салып, қақпағын жауып, баяу отта бұқтырамыз. Оған дейін гарнир жасаймыз. Алдымен күрішті жуып аламыз. Су мөлдір болғанға дейін бір ыдысқа салып, суын құйып, тұзын салып қайнатамыз. Суы тартылғаннан кейін қақпағын жауып, баяу отта тағы жарты сағат бұқтырамыз. Осымен біздің тамағымыз дайын. Видеода көрсетілгендей күрішті бір пиалайға салып, әдемі істеп ұсынсаңыздар болады. Тамақты ұсынар алдында свежий зелендермен ұсыныңыздар, өте дәмді болады. Видеоны бағалап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп кетіңіздер.